Барлығына сәлем. Бүгін сіздерге осындай қос инемен киімнің жеңін және етегін қалай қайырып тігу керектігін көрсететін боламын. Қазір киімімізді теріс қаратып, етегінен 3 см қайырып және жеңінен 3 см қайырып, инемен түйреп, тігін машинасына инемізді орнатып тігетін боламыз. Инені қалай орнатамыз? Ол үшін лапканы түсіріп аламыз. Ол бізге кедергі жасамау керек. Инені көтереміз және қалыпты инені осылай бұрап алып тастаймыз. Қос инені ақырын кіргіземіз. Соңына дейін кіргізу керексіз. Содан кейін бұраймыз. Лапканы орнына саламыз. Дайын. Енді бізге 2 жіп қажет. Екеуін бірден өткіземіз. Мына жерден бірден өткіземіз. Мына белгі бойынша тағы да және астына мына жерге. Қазір жіптерді анықтаймыз, тартып көреміз. Мынау сол жақтағы жіп, сол жақ инеге кіргізіледі. Мынау оң жақтағы жіп, оң жақ инеге кіргіземіз. Үсті дайын. Енді астына әдеттегідей орнатамыз. 2 жіппен астыңғы жіпті көтеріп аламыз. Көтеріп алдық. Қазір маған керек тігіспен ұзындықты таңдаймын. Тікпестен бұрын осындай матаның бөлігіне тігіп тексеріп көреміз. Сыртынан осындай қос тігіс пайда болады. Астарынан осындай оверлок тігісіне ұқсас тігіс пайда болады. Қазір мен футболкамның жеңін тігетін боламын. Ол үшін киімді теріс қаратып аламын, бірақ оң жағынан түйреймін. Тігін машинасына қазір осылай қойып, тігіп шығам тура шетінен. Сонда мына жерді оверлоктап та шығады және 2 тігісті де жүргізеді. Астынан осындай тігіс шығады. Ал сыртынан тікпестен бұрын сіздерге лайфхак. Түзу тігіс шыққанын қаласаңыз, әрқашан осы белгілерге назар аударыңыз. Мен қазір тігетін кезде киімнің тура шетін осы 20 мм-ге тақап отырамын. Сонда тігіс тура 2 см арақашықтықта тігілетін болады. Бас кезінде инені түсірем, закрепка бермеймін, себебі тура айналдырып, сол тігістің үстіне келуім қажет. Закрепка береміз осы кезде. Осымен дайын. Мінекей, етегі осындай біркелкі тігіспен тігілген футболка дайын болды. Жеңі де қос тігіспен тігілген, астарынан да жабылған. Осы ине арқылы сапалы тігіс шығады. Сіздерге видео пайдалы болды деген үміттемін. Келесі кездескенше